Мен анамнан небәрі 12 жасымда айырылдым. Балалық шағымнан ересек өмірге асып жүрген шағымда анам аз ғана уақыт ауырды да бізді тастап кете барды. Әкеміз бізді жалғыз өзі бақты. Бірі 12-ден енді ғана асқан бозбала, мұрты тебіндеп келе жатқан жасөспірім шақтағы, бірі енді ғана мектеп табалдырығын аттаған ойын баласын бағып-қағу әкеме де оңай тимеген. Оның үстіне екеуміз де ұл баламыз. Екеуміздің де үй тіршілігіне ебіміз жоқ. Анам барда бізге ештеңе істетпеген екен. Қыз баласы емес қой. Оларды қыз баланың тірлігімен араластырма деп, әкем де үнемі бізді анамыздан алшақтатып отыратындай көрінетін еді. Бізде әкеміздің айтуымен біз еркекпіз. Ер бала үй тірлігіне араласпауы керек. Ол қыз баланың міндеті. Ер адам түздің адамы деген түсінікті миымызға сіңіріп өстік. Әкеміз үнемі жанына алып жүретін. Сол себептен болар, анамыздың қаншалықты қиналып жүргенін де, ауырып жүргенін де біз байқамадық. Бәлкім, анам балаларымды қорқытып алмайын деп, бізге ештеңе айтпайтын шығар. Ауру жанына батып жүргенін өзі білмеді деп айта алмаймын, тек бізден жасырды. Солай, анамның ғұмыры қысқа болып, біз одан айырылып, зар еңіріп қала бердік. Әйел адамның қадірі бізге соншалықты жеңіл көрінетін еді. Әкемнің бізге солай тәрбие бергендігінің арқасында. Ошақтың оты сөніп, жылуы кетіп, жарығы да көмескілене бастағандай болды. Әсіресе әкеме анамсыз қатты қиын болғанын білемін. Анасыз қалу балаға да соншалықты ауыр, дегенмен баланың аты бала, кейде ойынға алданады, кейде тәттіге алданады. Ал әкем екі баланы бағып-қағып жеткізумен қоса, үйдегі тіршілікті қатар алып жүру оңайға соқпады. Анам барда әйелдің тірлігі деп қол тигізбейтін шаруалардың барлығын атқаруға тура келді. Өзі де бір жылдың ішінде әбден көрмегені қалмады. Соны сырттай көріп жүрген әкемнің туыстары, жанашырлары үйленуге үгіттеді. Әйелсіз үйдің берекесі кететіні анық қой, бірақ мен есейіп қалған өтпелі кезеңдегі бала емеспін де, әкемнің үйленем дегеніне келіскім келмеді. Анамның орнын басқа бір әйелдің басқанын қаламадым, әкемді қызғандым. Бірақ менің сөзіме құлақ асатын жан бар ма? Бәрібір әкем анамның жылда асын берген соң үйде өгей шеше пайда болды. Барлық әңгімелерде, аңыздарда өгей шеше деген жағымсыз кейіпкер емес пе? Өгейдің аты өгей деп мен де жұрттан естігенім бар. Қараптан-қарап қорқа бастадым. Бұл қорқу анамыздан айырылып қаламыз-ау деген қорқыныштан да қатты болды. Неге екенін білмеймін. Жүрегім өрек боп байыз таппады. Әкеміздің үйленетінін естіген сәттен бастап менен маза кетті. Өз-өзімнен түн ішінде ұйқымнан оянып кетемін. Қара тер басып, тіпті мазам қашты. Сондай мазасыз, ұйқысыз күндердің бірінде шыдай алмадым. Түн ішінде ұйқыға көзі ілініп бара жатқан 6 жасар інімді құшақтап жатып, «Самат, білесің бе, біздің өгей анамыз болады екен», дедім күбірлеп. Інім менің сөзімді толық ұқпай қалды ма, әлде ана деген сөзге ғана мән беріп, өгей деген түсінбеді ме, алақайлап секіріп қуанғаннан айғайлап жатты. Мен болсам оның ақымақтығына күйіп кетіп, бұл қуанатын нәрсе емес, ақымақ, өгей шеше келсе, бізге қиын болады, түсініп тұрсың ба? Ол бізді ұрады, соғады, тамақта бермей қою мүмкін, қараңғы бөлмеге қамап та қою мүмкін деп, өзімнің ойымдағы өгей шешенің образын ініме сипаттап беріп жатырмын. Самат менің айтқан сөздерімнен соң қатты қорқып кетті. Онсыз да дөңгелек көздері шарасынан шығып кетердей болып бақырайып кетті. Оның қорыққанына қарап өзім де қорықтым. Сөйтіп, інімді жұбату мақсатында, «Мен тұрғанда саған ешкімнің саусағының ұшы да тимейді, қорықпа, мен сенің жаныңдамын ғой» деп құшағыма қыстым. Ол да мені құшақтап жатып, пысылдап ұйықтап қалды. Өгей анамыздың алғаш үйге келген кезі әлі есімде. Ешқандай сән-салтанатсыз, үлкендердің бас қосып шай ішуінсіз-ақ әкем мен өгей анамыз үйге кіріп келді. «Мынау менің ұлдарым,
Танысып алыңдар. Аман Самат, бұл кісі сендерге ана болады. Аналарыңдай көре алмасаңдар, қазірше әпке немесе жеңге деп атай берсеңдер де болады, деді әкем. Өгей шешеміздің жанары өте мұңлы, жүзі шаршаңқы көрінді. Алғашында мені құшақтамақ болған. Менің анам өгей анама қарағанда тығыншықтай, балпиған томпақтау әйел болатын. Ал өгей анамыздың қолдары арық, құшағына баспақ болып, маған қол тигенде өте суық әрі қатты сезілген. Денем тіксініп, бойымды ала қаштым. Бәрібір өз анаңның алақаны жұмсақ, өзгенікі қатты сезіле ме, солай шығар. Менен кейін ініме ұмтыла беріп еді. Інім де маған жабысып, бетінен де сүйдірмей қойды. Мен үйімізге жаңа келген өгей шешемді жақтырмағанымды барынша сездіріп, менен аяқ тартсын деп суықтық танытып жатырмын. Оны сезген әкем де ыңғайсызданып, балалар емес пе, ештеңе етпес, көңіліңе алма, көндігіп кетеді деп жуып шайған болып жатыр. Біздің өміріміз біртіндеп өзгере бастады. Мектептен келсек, бұрынғыдай қатқан нан мен қара суды мүжгілеп отырмаймыз. Асхана жақтан дәмді тамақтардың иісі мұрынды жарып, аранымыз ашыла түседі. Бірақ сонда да қаншалықты дәмді тамақ жасаса да бірдеңесі кем болып тұратындай. Анамның аялы алақаны жеткіліксіз сезілетін шығар бәлкім. Үнемі өгей шешем мен туған анамды салыстырумен болдым. Өгей шешем, тамақ салып берейін, жігітсіңдер ғой, көбірек тамақ жеп күшті болуларың керек деп, асты үстімізге түсіп бәйек болып жатса да, қырсығып тамақ жемей қоятынмын. Қанша жерден қарным шұрқырап ашып жатса да, әрдайым анам тамақты сізден де дәмді етіп жасаушы еді деп бұрқ еткізетінмін. Әрине, ол кісі менің сөздеріме ренжімесе де, көңіліне ауыр тиетіні анық қой. Ол кісінің көзіне жас келіп қалса, мен қуанатын едім, жасырмаймын. Бірақ соған қарамастан, ол үнемі бізді қамқорлығын аямады. Түн ортасында келіп, інімнің ашық қалған көрпесін қымтап, менің де шашына сипап кетуші еді. Әрине, мен мұндай мейірімді сағындым, бірақ оның туған анам еместігі ішімді аштатын. Бір күні жаз мезгілінде тауға демалысқа бардық отбасымызбен. Сонда інім Самат байқаусызда аяғы тайып кетіп суға құлап түсті. Әп-сәтте не болғанын түсіне алмай аңтарылып, мен айқайлап, әкем судың бойымен жүгіріп бара жатқанда, өгей анамыз суға күмп етіп сүңгіп кетті. Ойланған жоқ. Аналық инстинкт деген осындай болар. Інімді сол кезде құтқарып қалған еді. Содан кейін інім оған жақын бола бастады. Ал мен ініме өкпелеп жүрдім, сатылып кеттің деп. Бұл бір ғана мысал емес. Ініме немесе маған қауіп-қатер төніп тұрса, басын бәйгеге тіккенін талай көзіммен көрдім. Кейін өгей анамыздың тағдыры жайлы білдім. Басында ол туралы білуге қызықпаған едім. Сөйтсем, ол да ұлынан айырылып қалған бейбақ ана екен. Менің ініммен жасты, ұлы болған. Көлі қағып кетіп, жалғыз ұлынан айырылып қалған екен. Жолдасы да сол көлік апаты кезінде қаза болған екен. Менің әкеме сол үшін тұрмысқа шығып, баласының қайғысын ұмытып, жаңа өмір бастағысы келген шығар. Ал мен оны жазғырып жүрген екенмін. Айтпағым, өгейдің бәрі бірдей емес. Қазір өгей анамызды алақанымызға салып, оған деген құрметімді аямаймын. Інімді ана мейірімінен махрұм қалған шақта қанатының астына алып, бар жылулығын берген үшін қарыздармын. Қолымнан келгенше жақсылығын өтеуге тырысып жатырмын.